Сәлеметсіздер ме? Бүгін геометрия пәнінен 7-ші сынып оқушыларына арналған салу есептерін қарастырамыз. Бізге қолдануға рұқсат етілген құралдар бұл маркер, сызғыш және де циркуль. Бүгін біздің қарастыратын екі есебіміз бар. Бұл берілген бұрышқа тең бұрыш салу және бұрыштың биссектрисасын салу. Енді қағазға назар аударғанда бізде О бұрышы берілген. Біздің мақсатымыз О бұрышына тең бұрышты салу. Мысалға, жазықтықта кез келген түзуді сызғыш арқылы сызып аламыз. Түзудің бойынан О1 нүктені белгілейміз. Және де центрі О нүкте болатын радиусы кез келген шеңбер доғасын саламыз. О бұрышын жаңа ғана сызған доғамен қабырғаларының қиылысу нүктелерін А және Б деп белгілейміз. Осы радиусы өзгертпей центрі О1 болатын шеңбер доғасын сызып алайық. Жаңа сызылған доға мен О1 түзуінің қиылысқан нүктесін Б1 деп белгілейміз. Және радиусы АБ болатын жаңа шеңбер доғасын сызамыз. Және дәл сондай центрі Б1 болатын радиусы АБ болатын шеңбер доғасын сызамыз. Және жаңа қиылысқан екі доғалардың қиылысу нүктесін біз А1 деп белгілейміз. Мінекей, О1 және А1-ді қосқан кезде пайда болған бұрыш біздің бұрышқа тең болады. Енді осыны дәлелдейік. А және Б нүктелерін кесіндімен қосып, дәл сондай А1 және Б1 нүктелерін кесіндімен қосайық. Салу бойынша ОА және ОБ кесінділері, сондай-ақ О1 А1 және О1 Б1 кесінділері тең. Ал АБ кесіндісі А1 Б1 кесіндісіне тең. Сонда ОАБ үшбұрышы О1 А1 Б1 үшбұрышына үшбұрыштар теңдігінің үшінші белгісі бойынша тең. Алдында берілген альфа бұрышы мына жерде де альфа бұрышы болады. Яғни бірінші есепті оп-оңай қылып шығардық. Келесі біздің есеп бұл бұрыштың биссектрисасын салу. Алдымызда берілген О бұрышына биссектрисаны сызғыш және циркуль арқылы салайық. Қандай да бір радиусты центрі О болатын шеңбер доғасын салып алайық. Доғаның бұрыш қабырғалар мен қиылысу нүктесін А және Б қылып белгілейік. Центрі А нүктесі болатын шеңбер доғасын сызып, шеңбердің центрі Б нүктесі болатындай қылып қайталайық. Пайда болған екі доғаның қиылысу нүктесін сымен белгілейік. Біздің осы түзуіміз берілген бұрыштың биссектрисасы болады. Бұны енді дәлелдеуіміз керек. Б және С, сосын А және С нүктелерін кесіндімен сәйкестендірейік. Біздің салуымыз бойынша А кесіндісі және Б кесіндісі тең. Және де АС кесіндісі БС кесіндісіне тең. Енді екі үшбұрышты қарастырайық. Олар ОАС үшбұрышы және ОБС үшбұрышы. Оларда ортақ отысы болғандықтан осы екі үшбұрыштар белгісінің үшінші белгісі бойынша тең болады. Демек осы үшбұрышта ОАС бұрышы мен ОБС бұрыштары тең болады. Біздің келесі мысалымыз ол үшбұрыштың берілген екі қабырғасы мен олардың арасындағы бұрыш бойынша үшбұрыш салу. Берілген элементтер бұл екі кесінді және бір бұрыш. Әрине, алдымен біз жазықтықта кез келген түзуді саламыз және оның бойынан А нүктесін белгілейміз. Енді алдыңғы есептегідей операцияны қайталап жазып аламын. Енді радиусы Аға тең шеңбердің центрі А болатын шеңбер доғасын сызып аламын. Енді радиусы Б-ға тең шеңбердің центрі А болатын шеңбер доғасын сызып аламын. Енді қиылысу нүктелерін Б және С қылып белгілеп қоямын. Б және С нүктелерін кесіндімен сәйкестендірген кезде АБС үшбұрышы пайда болды. Демек, есеп шарты орындалды. Бүгінгі 7-ші сынып геометрия пәнінен салу есептері тақырыбын жаптық. Назарларыңызға